30-31 мамыр күндері Ресейдің Астрахан қаласында күй атасы Құрманғазы Сағырбаевтың туғанына 190 жыл толуына арналған халықаралық шара ұйымдастырылды. Оған қазақстандық делегация құрамында біздің облыс атынан Жайық Біріс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Жантас Сафуллин, Құрманғазы атындағы Саз колледжінің директоры Нұржан Сертеков және Бөкей-Ордасы ауданының әкімі Нұрлан Меңешев бастаған аталмыш ауданның бір топ өкілдері қатысып қайтты. Ұлы күйшіні ұлықтауға арналған ресми шаралардың легі Астрахан облысының губернаторы Александр Жилкиннің өз резиденциясында Атырау облысы әкімінің орынбасары Сәлімжан Нақпаев бастап барған қазақстандық қонақтарды қабылдауынан басталды. Мұнан кейін губернатордың қатысуымен екі елдің өкілдері Астрахан қаласының орталығында орналасқан Күйші баба ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Бұның салмағы 46 тонн. Қорекеннің өзі бронзовый бюст, өзі астындағы аты, қолындағы домбырасының салмағы 5 тонн. Соның ішінде 100 килограмм тек домбыраның салмағы. Енді Құрекең атақты, аса қадірлі атамыз, ұлы қазақтың композиторы. Ертеңіне астрахандықтар қонақтарды Володар ауданындағы Алтынжар ауылында жерленген Күйші баба кесенесіне бастап жүрді. Онда жұртшылық ұлы күйшінің зиратына тәу етіп, сол жерге жақын орналасқан Құрманғазы атындағы аймақтық мәдени орталығымен танысып, жергілікті өнерпаздардың далалық сахнада көрсеткен өнерлерін тамашалады. Мұнда Құрманғазы Сағырбаев музейі, келушілерге арнайы қонақ үй және музыка мектебі салынған. Осы жерден қонақтарды аттандырып саларда арнап тігілген Ақшаңқан киіз үйлерде оларға құрмет көрсетілді.